Сәлем қыздар, хит пирогтардың бір түрі красный бархат дайындайтын боламыз. Дәмі ерекше дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен ұнның үстіне какаоны саласыздар, және де разғлителді салып, мөлшерленген көлемде шекерді саласыздар. Мөлшерлер описанияда тұр, қарап шығыңыздар. Енді 72% кез келген сарымайды дәл осылай 3-тен өткізесіздер. Сарымайыңыз еріп баратқан жағдайда дәл осылай ұнға ойнатып алсаңыздар жақсы өтеді. Енді осының үстіне кез келген бояуды қызыл түсін қосасыздар да, дәл видеодағындай крошкаларды ұнмен араластырып крошка жасайсыздар. Сарымай мен ұн бір келкі болып араласуы міндетті. Сарымай ірі болып қалып кетпеу керек. Сіздің пирогыңыз әдемі шықпай қалады. Дәл осылай крошка жасап болғаннан кейін үстіне 6-7 ас қасық суды құясыздар да қамыр илесіздер. Қамырларыңыз сухой бірікпей жатқан болса, кішкене су қосып жіберуге болады, қыздар. Енді дәл осылай қамыр илеп шыққаннан кейін қамырды бір үлкен бөлікке және кішкентай бір бөлікке бөлесіздер де, үлкен бөлігін холодильникке, кіші бөлігін морозильникке саласыздар. Енді ол тұруы 20 минут немесе жарты сағат, 1 сағат өз қалаларыңыз бойынша тұра береді. Холодильникте ештеме етпейді. Енді ортасына начинкасын дайындаймыз. Ең алдымен осындай творожный сырды аласыздар. 200 грамм, барлығының грамм описаниеде тұр, қарап шығыңыздар. Және де творожный сырдың үстіне мөлшерленген көлемде сахарный пудраны қосасыздар. Негізі шекер қоссаңыздар да болады. Сахарный пудра, бірақ еруі сәл тез болған екен, сахарный пудра қостым. Үстіне 2 жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлейтін боласыздар. Миксерлеп жатқан кезде басында осылай бірікпеуі мүмкін. Сосын миксерлеп жатқан кезде ішінде кішкене түйіршіктер болады. Түйіршіктерге мән бермей, жай скоростьпен айналдыра беріңіздер. Сонда осы видеода көрсетілгендей бір келкі түйіршіксіз масса дайын болады. Осы дайын болған массаны алып, қараңыздар, видеода әп-әдемі шықты. Осыны холодильникке қойып қоясыздар. Оған дейін сіздер кез келген 22-лік размерлік форманы аласыздар. Менде форма болмағаннан осылай фольгамен орадым. Фольгамен орау міндетті емес. Жаңағы холодильникте тұрған үлкен қамырды дәл осылай алып, жайып шығасыздар. Бортик жасайсыздар. Міне көріп тұрсыздар, дәл осылай тегіс болу керек. Үстін стаканмен бастаңыздар да болады. Жұқа болуына қараңыздар міндетті түрде. Енді үстіне осылай қоспасын салып, жақсылап жан-жағына дейін жеткізіп, салып шығасыздар. Бетін теп-тегіс қылып болғаннан кейін кішкене сілкіп жіберіңіздер. Сонда піскен кезде тегіс болып піседі пирогтарыңыз сіздің. Енді үстіне морозильникте тұрған осындай кішкентай тестаны алып, дәл осылай 3-тен өткізесіздер. Дәл осы пирогты 150 градуста 40 минут пеште пісіресіздер. Міндетті түрде 150 градуста. Міне осындай енді керемет дайын болды. Суымай жатып ыдыстан шешіп аласыздар, бірақ суығаннан кейін холодильниктен 2 немесе 3 сағат көлемде тұруы міндетті. Себебі ортасындағы начинка кішкене болсын қатуы керек. Енді ішінде творожный сыр болғаннан кейін кішкене қоймалжың болып тұрады газден түскен кезде. Міне мен жарты сағатқа қойдым, соның өзінде керемет қатқан. Сіздер 2 сағатқа қойсаңыздар, тіпті керемет болады. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.